Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, жасалуы оңай, картоп қосылған тауық аяқтарын маринадтап пеште пісіретін боламыз. Бір жасағаннан осылай жұмсақ, өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Ең алдымен жарты килограмм 500 грамм картопты жақсылап тазалап жуып алып, осылай 4 бөлікке бөліп турап аламыз. Бір орташа сәбізді қалауымызға қарай тураймыз. Бір пияз қосамыз. Жақсылап жуып тазалап алған тауық аяқтарын осылай барлығын қойып аламыз да, осылай екі жағынан тілікше жасаймыз. Еттің ортаңғы бөліктеріне осылай біздің маринадымыздың дәмі сіңу үшін, әрі жұмсақ болу үшін осылай екі жағынан тіліктер жасаймыз. Барлығын кесіп дайындап алдық. Енді 4 ас қасық майонез, 3 ас қасық кетчуп, томат қоссаңыздар да болады. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш және де 3 ас қасық паприка, 3 ас қасық соя тұздығын қосып, жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып алғаннан кейін табамызға бірден қойып шығамыз. Табамызды майламадым. Астыңғы бөлігіне картоптарды қойып алдым толығымен, және де үстіңгі бетіне тауық аяқтарын орналастырдым. Барлығын осылай толығымен орналастырып алғаннан кейін 3 ас қасық шамасында сұйық май құямыз. Алдын ала қызып тұрған пешімізге 45 минутқа пісуге жібереміз. Міне осымен ерекше дәмді тағамымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Алда жаңа рецепттер көп болады, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.